Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге өте жұмсақ әрі дәмді баунти чизкейк рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге қажетті заттар көрсетілді. Мен бұның барлығын описаниеда жазып кететін боламын. Ең алдымен біздер печеньемізді блендерлеп ұнтақтап аламыз. 250 грамм печенье менде, 150 грамм еріген сары майды құйып, жақсылап араластырып, біз оны ыдысқа салып, тегістеп, жан-жағын көтеріп, тегістеп аламыз, және де оны тоңазытқышқа сала тұрамыз. Ары қарай біздер желатинді салып алдым, және де оған 50 граммдай салқын су құйып бұқтырып қоя тұрамыз. Енді біз начинкасын жасайтын боламыз. Мен бұл жерде 300 грамм творог алдым, 1%, және де 200 грамм сгущенка, 2 қасық қант салдым. Және де 150 грамм сливке құятын боламын. Сливке менде 33%. Енді барлығын осылай блендермен біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Желатинімізді біздер микроволновкаға жай ғана жылытып алдық, қатты қайнап кетпеуі қажет. Құйып барлығын осылай араластырып, видеодағыдай. Артынан кокос ұнтағын қосатын боламыз. Мен бұл жерде 50 грамм қостым. Және де осылай лопатканың көмегімен араластырып аламын. Дайын болған салмамызды печеньеміздің үстіне құйып, ары қарай мен бетіне әдемілеу үшін 20 грамм кокос ұнтағын сеуіп шықтым. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Өте дәмді және де жұмсақ болып шығады. Мен қазір сіздерге мұны тоңазытқыштан алып шығып, яғни кесіп көрсететін боламын. Міне чизкейгіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын.